Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін үй жағдайында өте дәмді болып шығатын алмадан рулет жасаймыз. Ол үшін бізге 4 дана алма қажет болады. Сыртын ашып, осылай дайындап болғаннан кейін үккіштің үлкен көзінен осылай өткіземіз. Дайын болған алмамыздың үстіне 2 ас қасық қант саламыз да жақсылап араластырамыз. Қанты жақсы еру қажет. Дайын болған алмамызды осындай протеиннің үстіне салып, жақсылап жайып шығамыз. Енді қамырын дайындаймыз. Бізге 4 жұмыртқа қажет болады. Ыдысымызға осылай шағып салып алғаннан соң мен ванильный сахар қолдандым. Ванилин қолдансаңыздар да болады, қалауларыңызға қарай. Қолданбай қойсаңыздар да болады. Шай қасықпен жарты шай қасық ванильный сахар салдым. Содан кейін осындай миксермен жақсылап көпіршігенше араластырамыз. Қант қосып отырып араластырамыз. Қанттың мөлшерін мен жазып қоямын. Неге біздің жұмыртқамыз жақсы болып көтерілді. Енді қопсытқышымызды ұнға салып, осындай сеткіден өткіземіз. Сетадан өткізіп, салғаннан кейін оны осындай лопаткамен астынан үстіне қарай жақсылап араластырамыз. Қоюлығы осындай болу қажет. Осылай алманың үстіне бір келке етіп жайып шығамыз. Қызып тұрған пеште 7-8 минут көлемінде пісіреміз. Әркімнің пеші әртүрлі. Мен 180 градуста пісірдім. Мінекей осындай болып тез пісіп шығады. Осындай сап-сары әдемі болып пісіп шығады. Енді ыстықтай осылай аламыз. Себебі суып қалғаннан кейін ол оралмай қалады. Сондықтан ыстық күйінше осылай түсіріп аламыз да енді видеодағыдай ораймыз. Осылай орап болғаннан кейін 1 сағат көлемінде мен балконға қойып қойдым. 1 сағат өтті. Мінекей бізде толық суыды. Енді осындай сахарный пудра сепсеңіздер болады. Қант ұнтағын сеппесеңіздер де болады. Өздеріңнің қалауларыңызға қарай. Мінекей өте әдемі, өте дәмді болып шықты. Сіздер де үй жағдайында балаларыңызға, жақындарыңызға осылай жасап берсеңіздер болады. Өте дәмді, әрі тез жасалады. Үйдегі қарапайым бар заттардан дайындалады. Сіздер де үй жағдайында жасап, осы рецепті қолданып көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.